Дәуіттің патша болуы. Тәңірісі Дәуітке 5 түрлі мұғжиза нәсіп етті. Әуелі көркем әуезбен қарамағындағы жұртын тербеді. Екіншісі адамның ақылына сыймас күш берді. Шойын темірді қолына ұстаса, бәрі қамырдай еріп, балауыздай балқитын. Үшінші жүрегіне ерекше рух тартты. Ешкімнен қорықпайтын, жасанған жауға жалғыз өзі қарсы шаба беретін. Төртіншісі тауға шықса, барлық жануар мен жәндік айналасына жиналатын. Бесінші нені қаласа соны әзір қылатын. Дәуіт әрі пайғамбар әрі патша болды. Ол әділ патша атанам деп жұпыны киініп елді аралап жүретін. Кездескен адамынан патшаңыз қандай кісі деп сұрайды екен. Олар жарыса, патшамыз өте әділ, біреуге қылдай қиянат қылған емес. Тақта отырса да елдің жағдайын 5 саусағындай біліп отырады. Көреген әрі ақылды деп мақтаса, көңілі марқайып қалады екен. Бір күні базардағы етікшіден патшаңыз қалай, жақсы ма деп сұрады. Қарт, жоқ, нашар, үнемі елді аралап, қыдырып жүреді. Жаны қиналып қасып қылмайды. Халықтың есебінен ішіп жейді деді. Бұл сөз Дәуіттің жүрегіне ауыр тиді. Ол Құдайға, уа жаратқан, нанымды адал тауып жейін, маған өнер үйрет деп жалбарынды. Алла оған сүйек тістеген бір итті жіберіп, ақылды болсаң осы иттен кәсіп үйрен деді. Дәуіт іштей, ит маған не үйретеді деп қомсынып тұрды. Сол кезде ит алдыңғы екі аяғын айқастырып сүйегімі жүйді. Дәуіт иттің аяқпен жасаған амалына қарап қысқыш ойлап табады. Жаңа сайман темірді қысуға өте ыңғайлы боп шыға келеді. Тәңірісі ит екеш иттен арланбай өнер үйренгені үшін оған риза болып, ұсталық қасиетті артады. Дәуіт ұсталықты кәсіп етіп адалынан табады. Ол көптеген құрал сайман жасап, елдің игілігіне жаратады. Сырға білезік соғып, зергерлікті дамытады. Осылайша ел арасында зергердің пірі Дәуіт пайғамбар деген сөз қалады. Дәуіт бір күнді үшке бөлетін, бір бөлігін тағат ғибадатқа, бір бөлігін патшалыққа, бір бөлігін ұсталыққа арнайтын. Бірде темірді қамырша илеп жатып ойланды. Әрбір пайғамбарға Тәңірім бейнет жіберіпті. Сол арқылы биік дәрежеге жетіпті. Адам ата пейіштен қуылды. Ыбырайым Намұрттың отына жанды. Ысмағұл құрбандыққа шалынды. Жақып ұлынан айырылды. Жүсіп құлдықта жатты. Аюпқа ауру келді. Мұса перғауыннан қашты. Маған да бәле келсе сабыр етер едім дейді. Сол сәтте Жебірейіл періште келіп, «Әй Дәуіт, сұрап алған аурудың емі жоқ деген. Құдайдан бәле сұрадың, енді қабыл ал» деді. Дәуіт бұл сөзді естіп, қандай бәле келер екен деп ойлады. Бірақ өте сақ жүрді. Бір күні ол мінәжат етіп отыр еді. Жанына бір құс қонды. Құстың басы інжуден, көздері жақұттан, аяқтары зүбәржаттан, қанаттары алтыннан еді. Дәуіт құсты көріп таң қалды. Қауіп қатерді ұмытты. Оның көңілі құсқа ауып қолын созып еді, құс сәл арырақ ұшты. Еңбектеп барып еді, құс түңлікке қонды. Ол орнынан тұрғанда құс ұшып бұтаққа қонақтады. Дәуіт ізінен қуалады. Құс жеткізбей қаша берді. Бір кезде шаһардың сыртына қалай шығып кеткенін байқамай қалды. Кенет көзі бір аруға түсті. Бұл Рауан деген жігіттің Батасия деген әйелі еді. Өзі ажарына ай қонған, көркіне күн қонған қас сұлу. Жымиып қараса көрген адамның жүрегіне от түсіретін қылығы және бар. Сөйлегенде даусы күміс қоңыраудай сыңғырлайтын, таудан аққан бұлақтың үніндей сылдырлайтын. Мың бұралып жүргенде көркі көздің жауын алатын. Қарақаттай қос жанарын көтеріп қарағанда маңайына нұрлы шуақ тарайтын. Жұрт оны қол жетпес қазынаға балайтын. Қараған жан шамды айналып ұшқан көбелектей қасынан шыға алмай қалатын. Лебізін естігенде адамның жүрегі майдай еритін. Әдебі мен ибасынан кеудесі кеңейтін. Дәуіт қызға ғашық болды, бірақ бұл қыздың күйеуі бар еді. Өзі батыр әрі палуан болатын. Дәуіт қызды иемденудің жолын іздеді. Жүз ойланып, мың толғанып, Рауанды соғысқа жібермек болды. Аз әскермен қалың жаудың аузына тастады. Сөйтті де қызды сарайына алдырып некеге көндірмек болды. Сол күні мұның сарайына 2 адам кіріп келді. Олар дауласып төрелік сұрады. «Дау неден шықты?» деді Дәуіт. Бірінші даушы, «Уа тақсыр, біз қанымыз бір туыс едік. Ағамның 99 қайы бар, қойы бар. Менің Құдай берген бір ғана саулығым бар.
ағам үлкендігіне салып менің жалғыз саулығымды тартып алды. Алысуға әлім жетпеді. Сізден төрелік сұрай келдім, деді. Дәуіт екінші даушыға қаһарланып: «Ей, опасыз, ініңе залымдық қылуға қалай дәтің барды?» деді. «Уа патшам, бұрын мен мұндай залым емес едім. Інімді қатты жақсы көретінмін. Бірақ бүгін не болғанын білмеймін. Сонша байлығым бола тұра інімнің жалғыз саулығына көзім түсті. Нәпсім оянды, сайтаным сыбырлады. Іблістің тіліне ермейін деп едім, малғын уәсуәс салып, сенің патшаң да біреудің некелі әйеліне көзі түсіп тартып алды емес пе? Оның жанында сенің күнәң жеңіл ғой», деді. «Сол сөзге иланып қалдым», деді екінші даушы. Бұл сөз Дәуіттің жүрегін тесіп өткендей болды. Ол сәждеге жатып көз жасын көл қылды. Сол сәтте Тәңірден әуез келіп: «Ей, Дәуіт, менің пазылым Ыбырайым Намрұттың отынан сақтады. Ысмағұлды құрбандықтан аман шығарды. Жақыпты ұлымен қауыштырды. Жүсіпті патша етті, Аюпқа шипа жіберді. Мұсаны перғауыннан құтқарды. Жалытты өлтіріп сені патша еткенде менің пазылым еді. Соны сипатымды сыпырып алып едім. Пайғамбар екеніңе қарамай күнәға батып кете жаздадың», деді. Дәуіт тәубе етті. Майданға хабаршы жіберіп Рауанды қайтарып алды. Оны адал жары Батасияға қосып, мол тарту таралғы беріп шығарып салды. Алқа зікірі. Дәуіт 40 жасқа толды. Әр істі көкірек көзімен көріп шеше алатын сұңғыла болды. Дидарына қараған адам жүзінен Құдайдың шұғыласы мен құбыласын көретін. Хақ тағала оған Зәбірдің 150 сүресін түсірді. Оның 50 сүресін, Бабылдың 50 сүресін Феридун елінің қазылары қолданды. Дау шешкенде үлгі алды. 50 сүресі зікірге арналды. Ол Зәбірді оқығанда 70 түрлі мақамға салатын. Оның үнін науқас адам естісе, кеселіне шипа табатын. Ессіздің құлағына жетсе, зерең ақылға ие болып шыға келетін. Дәуітте зікірдің ләззатына беріліп, үйден жырақтап, қиырға кететін. Бірде тау ішінде жалғыз отырып Тәңірісіне зікір айтты. Сол сәтте оң иығына бір бұлбұл келіп қонды. Ол зікірге қосылып құйқылжыта сайрады. Артынша сол иығына қонған бір қарлығаш зікірге қосылып шыққылықтай бастады. Бұдан соң аң құс атаулының бәрі Дәуіттің маңына қарай ағылды. Аққу келіп саңқылдады, көкқұтан ұшып қиқулады. Шыр айналып торғай шырылдады, тырна келіп тыраулады. Шағала болса шаңқылдады, сұңқар келіп саңқылдады. Бүркіт қалықтап шаңқылдады, үйрек ұшып барқылдады. Шүрегей кептер бөдене келіп пырылдады. Безгелдек болса безілдеді, жапалақ келіп барқылдады. Көкқұтан тұрмай қиқулады, қарға тынбай қарқылдады. Әупілдек алыстан әупілдеді, шіңкілдек жетіп шіңкілдеді. Құрқылтай қонып қырқылдады, жылқышы қуанып шырқылдады. Күрке тауық күркілдеді, бытпылдақ секіріп бытпылдады. Көкек қонып көкектеді, сауысқан секіріп шықылықтады. Тауық тынбай қытқыттады, тауыс құйрығын жайып қырқылдады. Шақшақай келіп шақылдады. Зікір әбден қызған кезде жылқы жарықтық алыстан шаңдатып келіп зікірге қосылды. Ол кісіней бастады. Артынша түйе жетіп боздай жөнелді. Сиыр келіп мөңіреді. Қой мен ешкі жарыса маңырады. Ит еркелеп үре жөнелді. Қасқыр алыстан ұлыды. Жерді дірілдетіп пілде күркіреді. Борсық пен кірпі іннен шығып мырсылдады. Мысық пайғамбардың етегіне аунап пырылдады. Түлкі болса шәуілдеді. Айбатты арыстан ақырды, құрбақа секіріп бақылдады. Осылайша Дәуіт пайғамбарды жан-жануар мен жәндіктер алқалай қоршап, онымен бірге зікір айтты. Зікірдің әуені сан түрлі мақамда құбылып, тауды жаңғыртып жатты. Зікірдің әуеніне балқыған асқар таулар, балқыған қара тастар қамырда езілді. Жылаған кезде қара тасты жарып бұлақ ақты. Дәуіттің өзі де зікірдің әсерінен мас болды. Осыдан бастап аң құспен бірге алқа құрып, әуендетіп зікір айтатын болды. Осы үлгісі кейінгі ұрпаққа мирас болып қалған екен. Жалғасы келесі шығарылымда.